Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Асет. Бүгін біз сіздермен PHP бағдарламалау тілінде функцияны өтеміз. Ал бастайық. Алдымен біз гес экзампты қосып алған жөн болады. Мінекей, менде әрдайым қосылып тұр. Сізде де осылай жасыл болып жану керек, Apache. Бізге қазір Apache ғана жетеді. Мынау қалған MySQL, FileZilla, олар егер веб-сайт жасайтын жағдайда қажет болады. Қазірге бізге осы жетеді. Қазір жаба тұрайық. Болды. Енді естеріңізде болса, бізде диск C-да компьютер, диск C-да бізде examp папкасы бар, және сол examp папкасында біз барлық PHP файлдарымызды соның ішінде сақтаймыз. Ал дәлірек айтсам, examp папкасына кірген кезде htdocs деген папкасы болу керек. htdocs, мінекей, мына жерде барлық менің проекттерім бар. Және осы видео курсқа арнап мен арнайы папка жасағам, курс деген. Соның ішінде осы бейне курсына қатысты барлық PHP файлдар бар. Мінекей, PHP документ жасауға енді кірісейік. PHP документ жасау үшін бізге қарапайым мәтіндік документті біз Notepad++ арқылы алдымен ашып аламыз. Сонан соң ол файлды біз PHP документ түрінде сақтап алуымыз керек. Сонда save as. Файлдың атын мен функция деп қояйын. Функция деген файл менде бар, сондықтан функция 1 деп қоям атын. 1.php, файл түрі PHP. Ал сақтайын. Сақтадық. Ал енді бағдарламалауға кірісе берсек болады. Әдеттегідей PHP денесін жасау, денесі деп айтуға болады. Соны жасап алуымыз керек басында. Мынау басы және мынау аяғы. Бүгін мен сіздерге функция жайында айтқым келіп тұр. Және қандай функциялар жасауға болады. Негізі көптеген функциялар жасасаңыз болады. Функцияларының қолдану аясы ол мысалға үлкен бір бағдарламалардың ішінде болуы мүмкін. Үлкен бағдарламада кейбір операциялар бірнеше рет қайталануы мүмкін. Сол кезде сіз егер бір функцияны жасап алсаңыз, сол бір нақты бір операцияны орындайтын, сізге ол қайта-қайта оның кодын жазудың қажеті болмайды. Сіз оны функцияны шақыру арқылы сол операцияларды орындай бересіз. Ал енді бастайық. Алдымен функция жасау үшін PHP-да біз function деген арнайы сөзін жасап аламыз. Бүгін мен сіздермен санды дәрежелейтін функция жасағым кеп тұр. Функцияның атын дәреже деп қояйын. Дәреже. Енді оның параметрлерін жазайық. Бірінші параметрі сан болсын. Аты сан. Екінші параметрі дәреже болсын. Дәреже. Дәрі деп қысқартып жаза салайын. Сақтап алайық бір рет. Ал енді функцияның денесінде бізге цикл қажет. Бұл функцияның сонда түсіндіріп өтейін сізге. Мынау сан, ол мысалға бізде бір сан енгізесіз мына айнымалының орнына.
Ал дәрдің орнына ол дәрежесін енгізесіз сол санның. Сонда мысалға санның орнына 2-ні енгіздік деп ойлайық, ал дәрдің орнына 3 деп енгіздік деп ойлайық. Сонда мынау 2-нің дәр 3 болса, сонда 3 дәрежесі бізде 8 болу керек. Сонда бұл функция бізде санды дәрежелеу керек. Сіз енгізген дәрежеге дәрежелеу керек. Сонымен бірінші алдымен циклды жазамыз. Әдеттегідей и айнымалысын қолданайық. И тең немесе кіші болса, дәр айнымалысан, онда и ді инкремент дейміз. Инкремент дегенімізді өткен сабақтарда мен айтқан болатынмын. Егер естеріңізден шығып кетсе, инкремент дегеніміз ол бір санға көбею, бірге санның бірге ұлғаюы. Демек, бізде и дәр айнымалысынан кіші немесе оған тең болғанға дейін біздің и бірге көбейе береді, бірге арта береді. Ал енді біз тағы бір айнымалы жазайық. Мына жерге нәтиже деген айнымалы. Нәтиже және нәтиже бізде қазір нәтиже көбейтілген сан. Ал енді мына жерде түсіндіретін болсам, мінекей қарап жеріңіздер. Мына жерде мен нәтиже деген айнымалысын жаздым, және нәтиже көбейтілген сан осы екеуінің көбейтіндісінен шыққан, көбейткен кезде шыққан мән мынау нәтиже айнымалысына жазылады. Алдымен бізге нәтиже бірге теңестіріп алу керек. Мінекей болды. Сонда қараңыздар, мына жерде бізде нәтиже бірге тең, ал сан мысалға сіз мына айнымалының орнына 2-ні енгіздік деп айтайық. Сонда мына жерде циклге қараймыз. И өзі бірге тең болып тұрады басында. Алғашқы мәні 1 болады. Сонан соң и тексереміз. И кіші немесе тең болғанға дейін дәр айнымалысына и көбейе береді. Сонда дәрдің орнына 3-ті енгіздік дейік. Сонда 3 үлкен болады иден, демек и бірге көбейеді. Сонда и бізде 1 еді, енді 2 болды. Және одан кейін мынау орындалады бізде. Мына операция нәтиже мынау 1 көбейтіледі 2-ге, мысалға санның мәні 2 болса. Содан соң сол жауап мына айнымалыға жазылынады, нәтиже айнымалысына 2. Содан соң мынау уже мына жерде 1 болмайды, нәтиже 2 болып кетеді. Өткені мына жерде мына екеуін көбейтіндісі 2-ге тең болды. Сонан соң қайтадан тексеріледі. И мына жерде 1 болмайды. Екінші айналымнан кейін ол 2-ге тең болады. Сонан соң 2-ге тең болғаннан кейін дәр айнымалысы тексеріледі имен. Дәр бізде 3, ол 2-ден үлкен, демек и тағы 1-ге артады. Сонда и енді 3-ке тең болады. Сосын нәтиже мынау бізде барады да, мынау нәтиже бізде 2 енді көбейтіледі 2-ге, сонда жауап 4 болады. Сөйтіп 4
мәнін бізге функция қайтарады. Барып тексереді. Мына нәтиже 4 болды. Енді ал и мына жерде бізде 3 болды. Мына жерде и тағы салыстырамыз. Дәр мен и 3 болып тұр. Дәр бізде ол да дар ол да 3 болып тұр. Сонда ол тең болса да мына орындалады бізде. Сонда и енді 4 болады. Және мына жерде тағы бір рет орындалатын операция. Нәтиже енді 4 көбейтілген 2 8 болады. Ол 8 мына айнымалысына жазылады және функция оны қайтарады бізге. Сонан соң нәтиже 8 болып тұрады. Мына жерде и бізде 4 болды. 4 дар айнымалысынан кіші емес және тең де емес. Демек цикл осымен аяқталады, тоқталады. Ал енді біз осыны тексеріп көрейік, қалай жұмыс жасайды. Ол үшін мен бір а айнымалысын жазайын. 2 дейік. Тағы б айнымалысын. Оны 3 дейік. Енді эхо функциясы арқылы қолданайық. Тексеріп көрейік. Дәреже. Осының ішіне а және б. Сонда а бізде 2, б 3 болып тұр қазір. 2-ның сонда 3 дәрежесі бізде 8 болу керек жауап. Сақтаймыз. Браузер арқылы ашып, қазір осыны тексеріп көреміз. Браузерді ашайық. Браузерде бізде мінеки localhost course менің папкамның аты, содан кейін файлдың аты функция 1.php және соны басып жаңартып жіберсеңіз бетін мына жауап шыға келу керек. Мінеки сіз көріп тұрғандай 8. Демек біздің дәрежелеу функциясы дұрыс жұмыс істеп тұр. Тағы бір рет тексеріп көрейік. Мысалы санды өзгертейік. Мысалға 2-ның орнына 3 дейік. 3-дің 3 дәрежесі бізде қанша болады? 27, қателеспесем. Мына жерге жаңартайық. Мінеки сіз көріп тұрғанда 27 шықты. Немесе тағы бір мысал. Мысалға 5 дейік. Мынаны 2 дейік. Қазір 25 болу керек, иә. Мінеки 5-дің квадраты 25. Демек функциямыз дұрыс істеп тұр. Осымен менің сабағым аяқталды. Құрметті көрермендер, егер комментарийлеріңіз болса, жазыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.